Діни еркіндік елді алалап тастаған жоқ па? Діни сауатсыздық дүншелікке соқтырып отырған жоқ па? Не істемек керек? Дәл қазір біз осы тақырыпты бірінші студияның алаңында талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Ассаламағалейкум, бұл біздің тілімізге енген арабтың сөзі. Сіздің үйіңізге бейбітшілік тілеймін деген мағына береді. Біз де сіздің отбасыңызға бейбітшілік пен береке тілей отырып, қасиетті Рамазан айының қарсаңында қоғам үшін аса маңызды құжаттардың бірі діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңына енгізілгелі жатқан өзгертулер мен толықтырулар туралы сөз қозғамақпыз. Олай болса, бүгінгі спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитеті төрағасының орынбасары Балғабек Мырзаев мырза. Қазақстан Республикасы Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Найып мүфти Наурызбай Тағандылы. Философия ғылымдарының докторы Нұрмүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің профессоры, дінтанушы Қайрат Затов мырза. Және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басқарма төрағасы Нұрлан Өтеш мырза. Құрметті спикерлер, студиямызға қош келдіңіздер. Енді қоғам үшін, жалпы мемлекет үшін аса маңызды құжат болғандықтан, бұл әлі жоба кезінде осы бірінші студияның алаңында бір талқылап алсақ деген оймен сіздерді барлықтарыңызды арнайы шақырып отырмыз. Арнайы Алматыдан да келіп отырған азаматтар бар. Өйткені осы соңғы жылдары елдегі діни ахуал барлығыңызға мәлім. Өзге діндер мен олардың ағымдарын бұлай қойғанда тіпті Қазақстанның негізгі діні саналатын исламның өзінің әртүрлі ағым пайда болып, олар азаматтарымызды адастырып, теріс жолға түсіріп, қоғамды елде әбігерге түсіріп жатқан жайы бар. Осы жағдайда осы арнайы құрылған министрлік бар, Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы бар, өзге де қоғамдық азаматтық ұйымдар бар. Не істей аламыз? Осы бүгінгі талқылағалы отырған осы заң жобасы осы мәселелерге қаншалықты тосқауыл қоя алады деген мәселелерді талқыламақпыз. Олай болса, әңгімемізді осы заң жобасының енді бастамас бұрын арнайы естеріңізде болса, былтыр елбасының өзі арнайы осыған қатысты ойын білдірген еді. Алдымен соны назарларыңызға ұсынсақ. Діни сауатсыздығының нәтижесінде жастарымыз сақал қойып, шалбарының балақтарын қысқартып тастайды. Қара көйлек киіп, бет-аузын тұмшалаған қыздарымыздың қатары көбейді. Бұл біздің дәстүрімізге де, халқымызға да жат. Бұған заңнамалық деңгейде тыйым салу мәселесін пысықтау керек. Қазақ қара киімді қаралы кезде ғана киеді. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар, елбасының өзі арнайы осы қабылдағыңызды дін басшыларының сол кезде айтқан сөзі бұл. Жалпы енді бұл заңды ұсынушы, парламентке жеткізуші, қазір бастамашы өздеріңіздің министрліктеріңіз, енді бірінші сөзді заңды өзіңізден бастасақ. Жалпы бұл заң нені көздейді, қандай мақсаттарды көздеп отырсыздар, алдыға қойып отырсыздар? Түсіндіріп айтып берсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді белгілі болғандай, осы 2017 жылы Қазақстанда алғашқы мәрте дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 2017-2020 жылдарға тұжырымдамасы бекітілді. Осы тұжырымдаманың негізгі бағыттарының бірі осы дін саласындағы заңнаманы жетілдіру болып табылады. Енді жаңа өзіңіз айтып өткеніңізде, шынында да қазіргі уақытта әлемдегі діни ахуал күн сайын күрт өзгеріске ұшырап жатыр. Бұдан 5 жыл бұрынғы бізде 2013 жылғы және 2018 жылғы аралықтылық қарайтын болсақ, үлкен көлемді келелі өзгерістер пайда болды. Мысалы үшін көптеген радикалдық ағымдардың іс-әрекеттері де ерекше назар аударуды талап ететіні белгілі. Біріншісі, бұл жерде маңызды беретін мәселе Қазақстан зайырлы мемлекет. Бізде барлық қоғамдық қатынастар зайырлы заңмен реттеледі. Бірақ өкінішке орай, бүгінгі күні кейбір ағымдар, кейбір топтар діннің нормаларын осы зайырлықтан жоғары қойғысы келе бастады. Сондықтан бүгінгі күні қазіргі қолданыстағы діни қызмет және діни бірлестік туралы заң өзі жетілдіруді талап ететін заман талабы болып табылады.
Осының негізінде министрлік 2017 жылы қазіргі діни қызмет және діни істер туралы заңға өзгерістер толықтыру енгізу бойынша арнайы жұмыс тобын құрып, осы бағытта көп жұмыстар жүргізді. Оның құрамына белгілі осы мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері кіріп, осы жұмыс тобы заң жобасын әзірлегеннен кейін оны әртүрлі қоғамдық алаңдарда талқылады және осы заң жобасын 2017 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мәжілісіне енгізді. Алғашқы оқылымын енді келесі аптада қарай бастайды ғой енді. Енді қазіргі жоба бойынша 2018 жылғы 16 мамырда осы заң жобасының бірінші оқылымы мәжілісте болады деп жоспарланып отыр. Енді мен осы заң жобасының негізгі жаңалықтарына тоқтала кететін болсам. Енді әрине, ең біріншісі бұл заң жобасы осы діннің деструктивтік мақсатта қолдануына алдын алуға бағытталып отыр. Атап айтқанда, ең алдымен осы заң жобасына деструктивтік діни ағым және діни радикализм секілді жаңа ұғымдар енгізілді. Біз осы ұғымдарды енгізе отырып, біріншіден деструктивтік ағымдардың іс-әрекетіне құқықтық баға беру, оларды заңнама шеңберінде жауапкершілікке тарту және ең бастысы олардың сипаттарын көрсете отырып, оларға қарсы іс-әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады. Сонымен қатар тағы бір келелі өзгеріс осы жобадағы бұл қоғамдық орындарда бет әлпетін тануға кедергі келтіретін киім үлгілерін киюге тыйым салуды көздеп отырмыз. Себебі қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеде осы бет әлпетін тануға кедергі келтіретін киімдерді кию арқылы көптеген лаңкестік іс-әрекеттер орын алып отыр. Ал ол қоғамдық орындарда шынында да біздің қоғамда біздің азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өте маңызды болып табылады, қажетті болып табылады. Ал егер оны орындамай қасарысып киіп жүрген адамдарға қандай шара қолданылады? Енді әрине біз осының шеңберінде әкімшілік құқық бұзушылық кодекске арнайы жауапкершілік көздеп отырмыз. Егер бұл заң талаптарын орындамаған жағдайда олар әкімшілік айыппұлға әкеп соғатын болады. Жақсы, рахмет. Әңгімемізді жалғастырамыз. Енді Наурызбай мырза, сізге қойғым келіп отыр. Осы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу қандай қажеттіліктер туындады? Жалпы енді айтып жатырмыз ғой. Енді сіздің ойыңыз қалай? Сіздер де бұл заң жобасына атсалысып талқылауда болдыңыздар ғой. Қандай мақсаттарды көздейді? Жалпы енді мынау еркіндік деген жақсы ғой. Біз мынау егемен ел болдық, тәуелсіз мемлекет болдық. Құдайға шүкір бізге көп жақсы жағдай жасалды. Соның бірі осы дін саласы. Дінге де еркіндік берілді. Кейде шектен тыс еркіндіктің өзі сол халықтың бейбіт өміріне кейде кедергісін тигізіп жатады. Ол мына осы күнге де болған діни ағымдардың тыныштыққа мынау әсері, жарылыстар, болмаса атыс шабыстар деген сияқты осылар мінеки өзінің жаман жағынан көрсетті. Халық қорықты, шошыды. Сондықтан мінеки осы бейбітшілікті мәңгі болу үшін, бейбітшілігіміз мәңгі болу үшін, тыныштық сенімді болу үшін заң тетіктерімен оны реттеуі керек. Біз әрине ойлаймыз, осы қазіргі кездегі дін заңы да сол Алла қаласа қазіргі өмірімізде келешекте сол тыныштықты қамтамасыз етеді деген үлкен сенімдеміз. Әрине министрлік жалпы осы заң жобасын әзірлеп, оны көп үлкен талқыларға салды. Ол қоғамдық ұйымдарменен, діни бірлестіктермен, соның ішінде бізде бармыз. Мен өзім жалпы осы заң жобасында мәжілісте қаралған кезде жұмыс тобының құрамында болдым. Осы кезден қатысып келе жатырмыз. Әрине біз өкілетті органға да ризашылығымызды айта аламыз. Бұл жерде неге өйткені біздің де біраз ұсыныстарымызды ескеріп, мақұлдап, оғында көңіл бөліп жатыр. Бұл алдағы уақытта иншалла бұл заң дұрыс қабылданатын болса, үлкен дін сенімін ұстанып жүрген адамдарға қолдау көрсетті деп ойлаймыз. Жақсы, осы енгізілетін өзгерістерде осы діни деструктивті, осы діни ағым және діни радикализм деген ұғымдар бар екен. Осы радикализм жалпы алғанда түсініктенді. Деструктивті дегенде қалай түсіндіресіздер? Жаңа сіз айттыңыз, енді Қайрат мырза, ғалым ретінде өзіңіз. Жалпы мына деструктивті діни ағым деген ұғым бұл бізге батыс социологиясы мен психологиясынан еніп отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл елдерде жаңа діни ағымдар ертеректе пайда болды, бізден біршама ерте. Сондықтан осы жаңағы діни ағымдар қоғамға, соның ішінде жеке тұлғаға қандай қауіп төндіреді деген сұрақтар туындайды. Бұл жерде біз деструктивті діни ағымдар деп қандай ағымдарды айтуымызға болады. Яғни бірінші кезекте бұл жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін
қоғамда қалыптасқан әлеуметтік қатынастар мен құндылықтарға нұқсан келтіретін діни ағымдарды біз жаңағы деструктивті діни ағымдар ретінде қарастыра аламыз. Оны кім анықтайды? Жалпы қазіргі кезде бұл анықтама берілген бірқатар оқулықтарда, бірқатар жаңағы ғалымдардың көзқарасында осындай ұғым қолданылып жүр. Ресей ғалымдардың, европалық, америкалық ғалымдардың да еңбектерінен біз осындай ұғымдарды кездестіреміз. Енді бұл жерде мысалы сондай орын алған жағдайда олардың әрине мысалы ағымдар деп танып шектеу қойылатын болады. Мысалы айталық адамның мінез құлқына, жүріс-тұрысына қалай ықпал етеді. Оның бойында мысалы әртүрлі девиантты жүріс-тұрыс көріністерін қалыптастыра ма деген сұрақтар туындайды. Мысалы өздеріңіз жақсы білесіздер, адамды суицидтік жаңағы шешім қабылдауға немесе осындай әрекетті итермелейтін бір ағымдар қазіргі уақытта бар. Солардың алдын алу қажет. Олар мысалы діни сипатта болуы да мүмкін, жалпы діни сипат оларға тән болмауы да мүмкін. Сондықтан кез келген осындай деструктивті жаңағы ағымдарды анықтап, оларға қатысты жаңағы шаралар қолдану бүгінгі қоғамның талабы деп түсінеміз. Жақсы, рахмет. Нұрлан мырза, кезек сізге де келді. Енді өзіңізді біз азаматтық қоғам институттарының атынан шақырып отырмыз. Енді барлық дінтанушылар, теологтар, осы дін саласында жүрген осы министрліктің өкілі болған, сізден де жеке сырт көз сарапшы ретінде шақырып отырмыз. Осы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңына енгізілгелі отырған өзгертулер мен толықтырулар қаншалықты осы біздің еліміздегі осы дінге қатысты саланы реттей алады деп ойлайсыз? Күнде мына мемлекеттік емес ұйымдармен кездесіп жатқан кезде өте бір маңызды, осындай бір жағынан өкіндіретін, екінші жағынан мына бір қауіпті бір сезім беретін, ол мына дін жалпы сферасы деп айтуға болады. Неге десек, мына мемлекеттік емес ұйымдарды, үкіметтік емес ұйымдарды басқаратындары және белсенділері көбінесе осындай азаматтық белсенділікті көрсететін азаматтар, сондықтан олар уайымдайды. Енді мына бірнеше қазіргі кезде айтып отырмыз ғой, өзгерістер енгізіліп жатыр мына заңға. Менің ойымша көбісі толықтай қолдап жатады. Неге десеңіздер, ең біріншіден мына қазірде елімізде осындай бір орташа азаматтар аса қатты бір дінге берілмеген, бірақ та онымен қатар оразаны ұстайтын, жұмада мешітке баратындар көп. Олардың көбісі қазақ дәстүрінің арқасында дінге келген кісілер. Енді қазақи болғанның өзі бір жалпы біздің ұғымымызда ол дінге бір сондай құрметпен қарайтын, бір сондай немен, бірақ та ол дінге көбінесе терең түрде кірмей, оған ең біріншіден идентификация ғылу жағынан өз-өзін сезіп жатады. Және де көбінесе әртүрлі осындай экстремистік идеологиямен, деструктивті идеологиямен ағымдарды танымайды. Сондықтан түзу жолдан түсіп қалмау үшін уайымдайды әр азамат. Әр осындай үкіметтік емес ұйымдардың белсенділері де ертең бір керемет күшті ақ жолмен бара жатып, бір аяғында теріс жолға түсіп қалмай бір сондай реттеу керек екенін қайта-қайта естіп жатармыз. Жақсы. Енді мына қоғамдағы бұлындай мәселелерге негізгі алып келетін ол дүние, ол мен ойлаймын діни бірлестіктерді тіркеуді, олардың осы жұмыс істеуіне рұқсат берудің қазір тәртібі қандай болмақ? Өзгерістер енді енгізілгеннен кейін қандай тәртіп болмақ? Сол жағын негізгі осыдан басталады ғой, бар жұмыстың бар. Олар емін-еркін біздің еліміздегі жұмысын жүргізу үшін ол тіркеліп алғаннан кейін өзі біледі. Қандай шектеулер, қандай талаптар қойылады? Содан бастайықшы әңгімені.
Негізі қазіргі қолданыстағы заңнамалар бойынша біздің еліміздің аумағында кез келген діни ұйымдар тек қана ресми тіркеу өткеннен ғана қызметін жүргізе алады. Жүргізе алады, иә. Соның шеңберінде қазіргі қолданыстағы заңнамада бізде олардың 3 категориясы белгіленген. Біріншісі жергілікті діни бірлестіктер, олардың бастамашысы ретінде 50 адам болу керек. Екіншісі өңірлік діни бірлестіктер, олар 500 адам ең аз, және республикалық діни бірлестіктер, бұларды Қазақстанның барлық облыстары мен астана қалаларынан ең кемі 5000 адамның тұратын кем болмауы керек. Осы талаптар барлық діни бірлестіктер үшін бірдей. Ал жалпы қазіргі таңда елімізде қанша діни бірлестік тіркелген? Қанша жұмыс істеп жатыр? Қазіргі біздегі статистика бойынша еліміздің аумағында 3600 астам діни бірлестік болып тіркелген. 3600 көп емес пе? Олардың негізгі бөлігі әрине бұл жерде 2590-ға жуығы бұл исламдық бағыттағы діни бірлестіктер. Бұл жерде назар аударатын мәселе бар. Мысалы үшін Қазақстан Мұсылман діни басқармасы республикалық діни бірлестік болса, қалған 2591-і солардың филиалдары. Қазақстанның барлық елді мекендерінде тіркелгендері. Оны енді шошытпай сөйтіп бәрін бірігіп тіркеуге болмай ма? Заң жобасы қабылданғаннан кейін қайтадан сіздер тіркейсіздер ме? Қайтадан заңға сәйкес? Жоқ, заң жобасында бізде діни бірлестіктерді қайтадан тіркеу қарастырылмаған. Бірақ әрине, енді әрине бұл үлкен біріншіден діни бірлестіктердің жұмысына қиындық туатыны белгілі ғой. Енді біз заң қабылдап жатқаннан кейін өзгертулер толықтырулар енгізілгеннен кейін біз қайтадан барлығын былайша айтқан кезде орысша айтқанда перезагрузка жасап бір тексеріп шығуымыз керек қой бәрін. Бірақ әрине 3600 деген көп қой ол. Барлық діни бірлестіктер осы заң қабылданғаннан кейін өздерінің жарғыларын осы заң жобасына сәйкестендіру керек. Соған сәйкес олар өздерінің жарғыларына тиісті өзгеріс толықтыру енгізетін болады. Сәйкестендірді ме жоқ па оны тексеруіміз керек қой, солай емес пе? Міндетті түрде олардың діни бірлестіктердің қызметтері бұлар тұрақты түрде бақылауда болады. Оларды тиісті қолданыстағы заңнама шеңберлерінде бақылайтын органдар бар. Бұлар соның шеңберінде олардың жарғыларының осы қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін үнемі қарап отырады. Әрбір діни бірлестік өзінің жарғысында қалай жазылған, соның шеңберінде әрекет ету керек. Дұрыс айтасыз. Бұл негізгі талап. Негізгі талап. Жалпы бұл ертең 16 күн алғашқы парламентте оқылады, сол жерде талқыланады. Енді жұмыс тобындағы осыны қарап жатқан бұл енді әзірге жоба. Дұрыс қой. Біз сол үшін де осы алаңда талқылап жатырмыз. Енді мына көрермендерге айтыңыздар, сол жұмыс тобында қандай депутаттар бар? Біз осы бүгінгі эфирге шақырып, депутаттардың ешқайсысын шақырып келтіре алмадық. Халықтың атынан сайланған депутаттар осы халыққа қажетті, маңызды жобаға қатысты келіп, өзінің ойларын айтуға міндетті олар. Қандай депутаттар ол? Енді әрине өз алдыңызбен просто уақыты келген кезде ол кісілер де мүмкін осында келіп өздерінің ой пікірлерін білдірер мүмкін. Енді бұл бүгін осы алғашқы талқылау болғаннан кейін әртүрлі мәселелер болғаннан кейін әлде аттың артын бағып отырмыз. Иә, мүмкін, иә, қалай болады деген сияқты. Қалай болады екен осы аспаладан қашпеле деп отырау деймін. Бірақ әрине негізі заң жобасының осы талқылаған жұмыс тобының құрамында әрине өте белгілі заңгерлер болды, қоғам қайраткерлері, халыққа танымал тұлғалар болды. Кімдер? Мәжілісте бұл халықаралық қауіпсіздік комитетінде талқыланды, және осы жұмыс тобын осы белгілі саясатшы, қоғам қайраткері Мұхтар Ерман мырза басқарды. Кім? Мұхтар Ерман мырза. Мұхтар Ерман, депутат. Иә. Басқа сол комитет. Жұмыс тобының құрамында белгілі танымал заңгерлер болды. Нұрлан Дұлатбеков мырза болды, Артур Платонов мырза болды, Бақытгүл Хаменова болды, Бекболат Тілеухан ағамыз болды. Яғни осы заң жобасының мазмұнын жетілдіруге ол кісілер бар жан тәндермен атсалысқанына мен өзім куә болдым. Өйткені жұмыс тобының құрамына біз Наурызбай Тағуан екеуміз үнемі қатысып отырдық. Енді қызу пікірталас болып, бұл заң жобасы депутаттармен талқыланған кезде бұл тақырып қайта ораламыз, сол кезде ол депутаттар келетін шығар деген ойдамыз. Енді сіздің ойыңыз, мына енді жалпы өзіңіз осы заңға қатысты жаңа сіз кіріспесін айттыңыз, өзіңіз ойыңызды айтыңызшы. Жалпы енді талқылауға келетін болсақ, шындығында Мәкеңді мен бірге қатысып отырмыз. Шындыда өте ашық талқылау болып жатыр ол жерде. Біздің депутаттарымыз да кәдімгідей ойларын ашық айтып жатыр. Ол жазылып жатыр, және қоғамдық ұйымдардың да сол жерде өкілдері, заңгерлер бәрі қатысып, жалқы талқылау болып жатыр. Ал енді бірлестікке келетін болса, жаңа Бәкең айтып кетіп қалды, 3000-нан астам бірлестік бар деп, оны 3000-нан астам дін бар деген сөз емес, бұл жерде дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Қазақстан аумағында 2600-ден артық мешітіміз бар.
мысалы 2600-дей мешіт бар қазір, оның барлығын жаңа Бәкең айтып отыр ғой, бірлестік деп саналып Ең отыр көп ғой. оңтүстік Қазақстан облысында. Ең көп, енді өзіңіз жұмыс істедіңіз. Жұмыс істедім, білемін, айта беріңіз. 800-ге жуық мешіт бар ол жерде қазір, одан да асып кетті қазіргі уақытта. Осы жаңа мешіттердің барлығын жаңа бірлестіктер деп айтып отыр ғой, жалпы бұл бір бірлестік, республикалық ислами діни бірлестік бар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деп бұл аталады. Сол діни басқармаға қатысты 2600-ге жуық біздің мешітіміз бар. Осы бұл ислам ең үлкені біздің елімізде, ол исламдық бірлестік, ол әрине белгілі жағдай. Қалған әр мешіт сонда жеке-жеке филиал, жеке-жеке бірлестік тіркеліп алған ғой сонда? Жоқ, жеке тіркелмеген. Бізде бірақ бірлестік республикалық, қалғандары филиал болып оған тіркелген. Біздің Қазақстанда тек қана ислами діни бірлестік біреу-ақ. Қалғандары мешіттер болып, өңірлерде филиал болып. Ал заң жобасының негізгі қызу талқыланып жатқан қандай мәселелер? Енді әрине заң жобасында талқыланған, қызу талқыланып жатқан жаңа деструктивтік деп түсіндіріп жатыр. Осы ұғымға байланысты көп талқылаулар болып жатыр. Ол қоғамда да айтылып жатыр. Негізі бұл жерде біздің бір түсінетін, көңіл қоятын, халық қолдайтын бір ой бұл жердегі. Осы жалпы министрліктің құрылуына, кезінде дін істер агентствосының құрылуына, жалпы осы заңның қабылдануы себепші болған не? Осы себебіне біз көңіл бөлсек, бұл жерден жауабымызды таба аламыз. Қалай? Өйткені біздің еліміздің тыныштығын бұзуға әрекеттер болды. Алла сақтасын, біздің мемлекеттік қызметкерлерге, әскерлерімізге шабуылдар жасалды. Осыдан кейін осы заң қаралды. Дінді реттейтін заң қаралу керек болды. Ол қоғамдағы сол үлкен талқыға түскен не болды? Халық айтты, неге бұны реттемейсіздер деді. Сондықтан әрине бұл парламентке түсіп, оны заңгерлер қарап, осының реттеу бір жыл бұрын бұл студияда талқылағанбыз оны. Жолдарын реттеу қаралды. Сондықтан осы жерде енді көп біз түрмелерде жұмыс істейміз, кішкене ашық түсінікті болу үшін мысалмен келтірейін. Мысалы, түзеу мекемелерінде қызметкерлері бар, оның тәртібіне қарайтын. Олар діни сауаты жоқ қой, енді олар теологтар, олар дінтанушылар емес. Оларға сол жердегі түзеу мекемесіндегі азаматтар біреу әртүрлі намаз оқуы мүмкін, оларға бәрібір. Олар ойлайды, ол мұсылман намаз оқып жатыр. Оның қайсы деструктивті, қайсы қандай бағытта оқып жатыр, қай ағыммен оқып жатыр. Білмейді. Сондықтан осы заң бізге қажет болып тұр, деструктивтік ағымды анықтайтын бізге қазір заң жобасы керек. Ауадай қажет болып тұр. Сондықтан жалпы заңның предметі дейміз ғой, себебі де заңның осы болып тұр. Сондықтан қазіргі уақытта осы мәселені біз реттеп, осыны талқылап, заңгерлерменен құқық қорғау, жалпы не дейді, адамның құқық қорғау ұйымдарымен бірге осыны талқылап, бір заңды қабылдасақ, алдағы уақытта бұл үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Осы мәселе бізде заңда көп талқыланды. Жақсы. Осы жарнаманың әдеті осы ең қызған жерінде келе қалатын. Тура бізге де жарнама солай келіпті. Жарнамаға кезек берейік, содан әңгіме жалғастырамыз. Тікелей эфирде бірінші студия саяси ток-шоуы. Діни сауат ашу, діндерді насихаттауға байланысты әдебиеттерді реттеу, оларға рұқсат беру, жалпы діни әдебиеттер мен оқулықтардың ақпараттық парақшаларды сараптау реті қалай жүреді деген заң сұрақ туындайды осы заң жобасында. Енді өзіңіз ғалым ретінде осыған тоқталыңызшы. Қазіргі заңда да, қолданыстағы заңда діни сараптама деген бап бар. Осыған сәйкес кез келген діни мазмұндағы әдебиеттер, олар міндетті түрде діни сараптаманың қорытындысы бойынша оң бағасын алғаннан кейін ғана жаңағы таралымға ие болады. Яғни оларды республика көлемінде мысалы таратуға, оқуға рұқсат етіледі. Яғни бұл не үшін жасалып отыр, өзіңіз жақсы білетін шығарсыздар. Қазіргі кезде өзіміздің жаңа айтып жатқан қоғамдық қатынастарға, қоғамдық құндылықтарға нұқсан келтіретін әдебиеттер де болуы мүмкін. Сондықтан жаңағы халықты осындай теріс пиғылдағы діни ағымдардың ықпалынан қорғау үшін осындай діни сараптамадан өткізу қабылданған. Қажет. Мені осы заң жобасындағы бір өте толғандырып отырған бір сұрақ, бұл осы мына қазір оқып берейін. Барлығымыздың үйінде шаңырақта балалар, жасөспірім балалар бар ғой енді. Сол мысалы кәмелетке толмағандардың қатысуымен Құдайға құлшылық ету, діни жоралар, рәсімдер және немесе осы жиналыстар өткізуге қатысты талаптарды
арттыру ұсынылады дейді. Мен естіп жатырмын. Бұл осы балаларды сондай қатысу үшін олардың шектік нормасын айқындапсыздар. Ол 16 жас. Ол неге төмендетпеске? Мысалы, ол 16 жасқа дейінгі балаларда мысалы олардың бәрін тарту мүмкін ғой. Әртүрлі діни бірлестіктер мысалы, ұйымдар өздерінің қатарына тарту үшін былайша айтқанда сындырып, шақырып, олар неге біз 16 жас деп қойып қойдық? Неге төмендетпедік деген заң сұрақ туындайды. Енді әрине бұл мәселеде өте кең талқыланды. Осы жаңа айтып жоғарыда қоғам қайраткерлерімен, белгілі ғалымдардың қатысуымен, сонымен қатар осы заң нормасын дайындау барысында біз шетелдік тәжірибені көп зерттедік. Енді әрине қазіргі заң жобасында кәмелетке толмағандарды, оны 16 жасқа дейінгілерді ата-анасының келісімінсіз немесе оның заңды өкілдерінің келісімінсіз діни бірлестіктердің өздерінің діни рәсімдеріне, діни жораларына, діни жиналыстарына қатысуға оларға шектеу қойылып отыр. Бұл жерде негізгі мәселе діни бірлестік осының алдын алуы керек деген талап бізде бар заң жобасында. Ал енді бұл діни бірлестіктердің ұсыныстары болды кезінде. Біреулері 12 жас ұсынғандары болды, 14 жас ұсынғандары болды. Негізі біз шетел тәжірибесін зерттеген кезімізде көптеген елдерде кәмелеттік жас деген. Ал бізде кәмелеттік жас бұл негізі 18 жас. Бірақ дегенмен де осы қоғам өкілдерінің, діни бірлестіктің біздің елімізде тіркелген олардың ұсыныстарын ескере отырып, бұл 16 жас деп қазір белгіленді және бұл бойынша діни бірлестіктерінде қолдау болды. Яғни бұл келісілген осы жас 16 жас. Жақсы. Нұрлан мырза, сіз қалай ойлайсыз? Бұл 16 жас деген үлкендеу емес пе енді? Мен сізбен, Берік мырза, толықтай келісем. Оған қоса өзімнің тәжірибемде болған нәрсені айтайын. Мына 1-2 жыл бұрын болашақ арқылы Ұлыбританияға барып келгенбіз оқуға. Соның 1,5 жылдың ішінде бірнеше рет мектепке де барып соғып көргенім бар. Оның ішінде мына қаншалықтай Ұлыбритания өзі зайырлы мемлекет болмаса да, олар мына өздерінің бір құндылықтарын мына дінге байланысты олар мемлекеттік білім бағдарламасына салған болатын. Және де мына жаңа ғана айтып кеткендей, әр ата-анасынан міндетті түрде сұрайды. Осындай мына жалпы тарих ретінде, сосын мына ұғым ретінде беруге рұқсат етесіздер ме деген. Сабаққа енгізуге. Және менің ойымша ол мына кәмелетке толмаған азаматтарды мына дінге тарту ол бір енді тәрбие берудің бір жолы емес пе? Сондықтан оған да бір терең түрде қарап, тағы да алдына ала бір шектеуді қою қажет деп ойлаймыз. Жақсы, мына енді негізі бұл жерде дұрыстымыз керек. Бұл жерде қандай да бір балалардың діни білім алу шектеу жоқ бұл жерде. Біз бұл жерде ата-анасының келісімі деп отырмыз. 16 жасқа дейін. Бұл не үшін қойылған талап? Өйткені қазір біздің елімізде жаңа айтып көптеген діни ұйымдар бар, діни ағымдар бар. Мысалы үшін кей кезде болады. Бір отбасыда анасы басқа дінде, әкесі басқа дінде. Әкесі оны өзінің ұстанымы бойынша тәрбиелегісі келеді, анасы оның өзінің ұстанымы бойынша басқа дінге бергісі келеді. Біз сондай мәселелердің алдын алу үшін бұны енгізіп отырмыз. Ата-анасының келісімі немесе заңды өкілдері деп. Ал басқаша, мысалы үшін, қазіргі уақытта біздің еліміздің аумағында барлық діни бірлестіктердің өздерінің қасында сауат ашу курстары бар. Ол жерде олардың діни білім алуларына ешкімді кедергі келтірмейді. Бұл жердегі маңызды мәселе діни бірлестіктің басшысының осыған қатысты шара қабылдау мәселесі. Жақсы. Енді тағы бір өзекті мәселе бұл осы Қазақстан азаматтарының шетелде діни білім алуын реттеу ұсынылып отыр. Осыған қатысты заң жобасында не көзделген? Заң жобасында бұл тақырыпта бұған байланысты қаралып отыр. Өйткені шынында да біздің осы тәуелсіздік уақытындағы зерттеуге егер біз көңіл бөлетін болсақ, ол жерде біздің көп жастарымыздың жас кезінде мектепті бітіре салысымен шетел асып, әртүрлі оқу орындарына кетіп қалған факторлар бар. Ол әрине көбісі белгісіз, әр жерге кеткен. Одан кейін шетелдерде, мысалы араб елдерінде соның ішінде тегін білім беретін оқу орындары көп. Қандай ағымда оқып келіп жатқанын білмейміз. Сондықтан сол жерге барамыз деп, бұлар тегін оқу болғаннан кейін жағдайы бары да жоғы да кете береді ғой. Сол жаққа барып, әртүрлі бақылаусыз кетіп, кейіннен біздің елімізге басқа ағымды, басқа дәстүрді алып келіп, осы жерде оны насихаттай бастағандары белгілі. Соның алдын алу үшін жалпы жас буынның кішкене оны біліммен
үйретіп, буынын қатырып барып, одан кейін ары қарай шетелге оқығысы келсе, мысалы бакалаврды осы жерде оқып алып, одан кейін ары қарай магистратура болмаса докторантураларда келіскен елдерменен оқуға баруына болатындық мәселелер қаралып жатыр. Осы мәселе қазір заңда талқыланып жатыр. Әрине біздің діни басқарма, біздің жалпы ислами діни бірлестікке қарасты университеттер, медреселер бар. Егер жоқтары болса, оларға да жаңа жеңілдіктер беріледі. Егер де бір бірлестіктің оқу орны біздің елімізде болмаса, онда оларға жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Қазір сол талқыланып жатыр заңда. Жақсы, көрермен сауал бар екен, осы жерде көрерменге кезек берейік. Тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирде, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламат. Жаңа осы студияда біздің елімізде дін біреу деген пікір айтылды. Қаттырақ айтсаңыз. Дін біреу деген пікір айтылды және біздің елімізде. Осы пікірге қосыламыз. Бірақ менің айналамда, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Нұршы деген ағымға барып жүрген адамдар бар. Олар өздерін пайғамбармын деп есептейді, әрқайсысы. Осы жаңағы деструктивті дін ба, әлде жай секта ма, осы жөнінде айтып бере аласыздар ма? Жақсы, түсінікті. Осындай ұйымдарға қандай да бір заң жүзінде шектеу бар ғой, жаңа өздерін осындай таныстырып, елге насихат жүргізіп жүргендер. Енді бүгін күні біздің еліміздің аумағында 18 конфессия бар, ресми мойындалған. Ислам бір конфессия, православие бір конфессия, католицизм бір конфессия, иудаизм, буддизм тағы осы сияқты 18 конфессия бар. Бұлардың барлықтары ресми тіркелген Тіркелгендер. Бұл енді ол ағымы ғой, Ал ислам дінінің енді- ішіндегі ағымын айтып отыр жаңа. Нұршылар деді ма? Енді иә. Ал оның тұсында егер қандай да бір ағымдар, ұйымдар, олар астыртын жиналып діни ағымды насихаттайтын болса, бұл заңнамаларға қайшы. Мұндай фактор болған кезде оны енді әрине тиісті органдар айналысады. Дегенмен де әрбір азаматтардың да көз ашық болу керек. Егер олар жаңағыдай Көз ашық болмай тұрған, соны сұрап тұрған, білмей тұрған. сондықтан мұндай жағдайда сіздер бұны тиісті құқық органдарына хабарлауыңыз керек. Ішкі істер органдарына болмаса бізге хабарласа, оны біз тиісті алдыламыз. Қазіргі уақытта біздің еліміздің аумағында 114 қауырт желі деген не бар? Шұғыл телефон бар. Қанша? 114. 114. Егер осындай жағдайлар орын алған кезде осы нөмірге хабарласса, сол жердегі мамандар тиісті мекемелерге жолдайды. Қажет болса дін істері министрлігіне, қажет болса ішкі істер органдарына. Жақсы, мен тағы бір өзекті сұрақтардың бірі, бұл енді мемлекеттік қызметкерлердің дін саласындағы жүріс-тұрысын тәртіпке келтіру. Бар екен бұл заң жобасында, бұл енді мемлекеттік қызметшілердің оның бірді өзімен, былайша айтқан кезде толғандыратын өзекті мәселелердің бірі. Бұл жағында нені көздейді? Қандай мемлекеттік қызметші осы бағытта не істелу керек? Қандай ұстанымдарға сүйену керек? Рұқсат болса, мен осыны ашып айта кетейін. Айтыңызшы. Қазіргі заң жобасында шынында да мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің дінге қатысты әрекеттерін реттеу қарастырылған. Бұл жерде негізгі үш мәселе бар. Біріншісі, мемлекеттік қызметкер өзінің лауазымын діннің мүддесіне пайдаланбауы керек. Ең бастысы. Екіншісі, өзінің қарамағындағы қызметкерлерді діни қызметке, дінге мәжбүрлемеуі керек. Таңбау керек, иә. Таңбау керек. Үшіншісі, қандай да бір діни бірлестіктің мүшесі болмауы керек. Осы үш шарт негізгі осы заң жобасында қарастырылып отыр. Ал негізі жалпы бұл заң жобасындағы осы норма мемлекеттік қызметкерлердің өзінің бос уақытында әрекеттеріне қатысты оның ешқандай күші жоқ. Ол өзінің бос уақытында қалаған діни бірлестіктің ұстанған діни нанымы бойынша өзінің жорларын орындауына, немесе басқа да шараларға қатысуына бұл жерде басқалай кедергі қарастырылмаған. Жақсы. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік қызметкерлердің құқықтары шектелтіп айтуда негізі орынсыз болады деп өзім есептеймін. Жақсы, рахмет. Сіздің осы заңға қатысты айтар ойыңыз? Жалпы осы жаңағы айтқан діни қызметкерлердің дінге қатысты көзқарасына келетін болсақ, бұл зайырлық принциптері деген бар. Соның ішінде мысалы мемлекеттік қызметтің зайырлы сипаты деген бар. Осыған сәйкес, мысалы мемлекеттік қызметкерлерге өзінің қызметтік бабын белгілі бір діндердің мақсатында пайдалануға тыйым салынады. Жаңағы айтып өтті, өзінің қол астындағы қызметкерлерді діни тиесілігін айқындауына, немесе солардың жаңа қызметін кейде өзінің қызметтік бабын пайдаланып, заңды діни қызметке кедергі жасауға да тыйым салынған осы заң бойынша. Енді әрине қазіргі кездегі заңға енгізіліп отырған өзгерістер, олар заман талабынан туындаған.
қажеттіліктер деп санаймыз. Неге? Өйткені мына қоғам ол күн сайын өзгеріп отыр қазіргі кезде. Біз үнемі жедел қарқынмен өзгеріп отыратын уақытта өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біздің заңымызда осы өзгеріп отырған өзгерістерге сәйкес болу керек. Жақсы, рахмет. Осы заң жобасы қазақтың осы салтына, әдет ғұрпына кіріп кеткен осы жалпы көптеген әртүрлі шариғи нелер бар ғой біздің елімізде. Осыны кісіні жерлеу, жалпы 7-сін, 40-ын, жылдығын деген сияқты көптеген ғұрыптарды атап өтуді реттей ме? Мысалы, қазір мысалға кейбір жерлерде жергілікті осы бірді-екілі имамдар өздері пәтуа шығарып жүр деген әңгімелер де бар. Осы жағы да қалай қарастырылған? Мысалы, енді өзіңіз енді мүфтияттан келіп отырған бұл сұрақ сізге қойған дұрыс шығар. Жалпы әрине біздің шынында да бекі дұрыс айтасыз, біздің дініміз салтымызбен бірігіп кеткен. Жалпы дін десек те, салт десек те бір ұғымды беретін жағдайдамыз қазір. Астасып, мысалы, адам баласы дүниеге келген кезде құлағына нәрестенің азына ат қоюымыз, сүннетке отырғызуымыз, жалпы үйленген кезде неке қидыруымыз, қайтыс болған кезде жаназа оқу, бұның барлығы діни шаралар, бірақ бұл біздің дәстүрімізге еніп кеткен. Қазіргі кезде қазақтың салты сияқты бұл. Кез келген үйде перзент дүниеге келіп жатса, олар мешітке алып келеді, болса үйіне шақырып құлағына азан айтып ат қойдырып жатады. Тағы жаңағыдай шараларды, осы дәстүрлерді ұйымдастырып өткізіп жатыр қазіргі кезде. Аллаға шүкір, жалпы кезең-кезеңіменен діни жерлеу рәсімі реттеліп келе жатыр. Осы жақында ғана 2 жыл талқыға салынып өткен ғұламалар кеңесінен исламдық жерлеу рәсімі жаназа кітабы жарық көрді. Сол жаназа кітабында жалпы осы бір тәртіп көрсетілді. Жалпы Қазақстан бойынша адам қайтыс болған кезде қалай біз оны шығарып салуымыз керек. Осының барлығы рет-ретіменен көрсетілді. Дегенменен қазақта сөз бар ғой, әр елдің салты әр басқа дейді. Иттер қара қасқа. Сол сияқты әр өңірде әртүрлі салттар болады. Бұны бірте-бірте енді ел қоғам болғаннан кейін бірде мынауың дұрыс емес деп айту әрине қиынға соғады. Оны бірте-бірте насихат арқылы. Бұл енді заңмен реттеле ме әлде мүфтияттың өзінің ішкі пәтуасы арқылы жүзеге асырыла ма? Бұл қазіргі қаралып жатқан заңда мен оның жаңағыдай қатысушы мүшесі ретінде бұндай заңда бұл заңда қаралып жатқан жоқ бұл мәселелер. Бірақ біз бұны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өзіміз бірте-бірте жай-жай реттеп жатырмыз қазіргі күнде. Жақсы. Ал енді Нұрлан мырза, өзіңіз осы заң жобасына қатысты айтарыңыз, алып қосарыңыз, осы қоғамның өкілі ретінде қазір бұл талқылауда ғой бұл заң енді. 16 күні парламентте алғашқы оқылым болады деп отырмыз. Алдында айтып кеткендей, қазірде біздің қоғамымыз зайырлы болғандықтан әр азаматқа бір тиетін сондай нәрсе ол ең басты осындай бірінші бытовой деңгейде, тұрмыстық деңгейде десек, ол ең біріншіден тыныштылық қой. Адамға тыныштылық керек. Ешқандай бір қатты өзгерістер қажет жоқ оған. Күнде бір еңбек қылып нан тауып жатса, соған да риза. Сондықтан бізде осы салада да бір реттеу қажет деген жалпы ойым бар. Жақсы, көрерменнің сұрағына кезек берейік. Сіз тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Сауалыңызды қоя беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз. Айта беріңіз. Осы прививка салу шариғатымызға қарсы емес па, соны білейін деп едім. Сосын, алло? Айта беріңіз. Менің екі сұрағым бар. Біріншісі, прививка шариғатқа қарсы емес пе, соны білейін деп едім, балаға кішкентай. Вакцина егу ғой, екпе. Жақсы түсінікті. Қарсы емес болғысылған қатысты кім айтады? Енді әрине, екпе мәселесі бүгін күні қоғам үшін өзекті екені белгілі. Негізі біздің осы заң жобасында да алғашқы кезеңде осы екпе мәселесін біз міндетті түрде егу туралы норманы талқыға салғанбыз. Бірақ дегенмен жобада бар ғой? Жобада жоқ, кейін алынып тасталды. Өйткені қоғам тарапынан көптеген ұсыныстар болды. Өйткені шынында да бүгін күні осы мәселені денсаулық сақтау министрлігінің әділді жетілдіру қажет екенін ескерілгеннен кейін
нормадан алынып тасталынды. Жақсы, осы діни бірлестік дегенде біз тек қана айландырып кеп шиырлап осы исламның айналасын жүре бермейік. Бұның ішінде өздеріңіз білесіздер, басқа да католигі бар, православы бар, иегова дейміз, көп қой. Біздің елімізге кезінде алаңсыз өздерінің насихаттарын жүргізді. Жалпы бұлардың енді тағы бір өзекті бір мәселе діни осы бірлестіктердің қаржылық ашықтығын қамтамасыз ету дейді. Осы жағы қалай қарастырылып жатыр? Сіздер енді қайсыңызды айтасыз? Қаржылық жағын. Мен бастап берейін. Бастаңызшы. Осы заң жобасының тағы бір ерекшелігі қазіргі уақытта осы еліміздің аумағында ресми тіркелген діни бірлестіктер өздерінің қаржы ашықтығын қамтамасыз ету мәселесі қарастырылған. Яғни әрбір діни бірлестік осы өздерінің кіріс көзін, көлемін және оның жаңағы шығыстарын барлықтарын өздерінің ресми интернет сайттарында жыл сайын жайлап тұруы қарастырылды. Бұл не үшін болып жатқан мәселе? Өйткені кей кезде бізге халық тарапынан көптеген шағымдар келіп жатады. Кейбір діни бірлестіктер өздерінің түскен қаржы көзін жасырады. Кейбіреулері өздерінің сенушілерін алдап ақшасын алып шетелге қашып кетеді деген сияқты көптеген наразылықтар келіп түсіп жатады. Сондықтан осыны ескере отырып, біз бір жағынан осы тұрғындардың діни бірлестікке деген сенімін күшейту мақсатында осы норманы енгіздік. Діни бірлестіктер де бұны қолдады. Қазіргі уақытта заң жобасында осы норма бар. Бұл енді заң жобасы, бұл болашақта осы заңсыздықтарға жол бермеу, соның алдын алу үшін ғой. Ал енді мына адасып, шетел асып кеткендерге қарастырылған ба? Қандай да, мысалы, оны ар жағын біліп тұрсыздар, не айтқым деп тұрған. Мысалы, кейбір азаматтар бар қоғамымызда, өзіміздің елімізде жүріп, шетелге, мысалы, Сирияға кетіп қалғандар, олардың құқығы қалай болмақ? Бұл заңмен бұл реттелген ба бұл? Енді әрине, бұл енді Сирияға біздің содырлардың кетіп қалғаны бұл заң жобасында тікелей қарастырылмаған, дегенмен де біз осы заң жобасындағы көптеген осы нормалар арқылы еліміздің азаматтарының деструктивті ағымдарға кетіп қалуының алдын алу мақсатында осы шетелдерде білім алу, осы деструктивті ағымдардың қастылығын сипаттайтын атрибуттарды тоқтату мәселелері арқылы шектеу қойып отырмыз. Шектеу қойып отырсыздар. Сіздің алып қосарыңыз. Қазіргі заңнамаларымызда экстремизммен күрес және терроризммен күрес туралы заң баптары бар. Осы заң баптарында шетелдердегі әртүрлі осындай қарулы қақтығыстарға қатысқан азаматтарға қатысты шаралар қолдану мәселесі қазіргі күнде көтеріліп отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мысалы азаматтықтан айырылуға дейін шаралар қолдану қазіргі кезде мысалы талқыланып жатыр. Жақсы. Біз осы уақытқа дейін енді дінді мемлекеттен бөлектеп келдік қой. Енді 2-3 жылдан бері осы арнайы министрлік құрылды, осы арнайы заң қабылданып, ол заңға тағы да мына қатайту міндетті өзгертулер мен толықтырулар, реттеу баптар енгізіліп жатыр. Осымыздың енді өзі діннің мемлекеттен бөлек емес екенін белгілі бір деңгейде, осы енді діннің өзін мемлекет реттейтін көрсетпей ме, қалай ойлайсыздар? Енді әрине, бұл жердегі басты мәселе мемлекет барлық уақытта діни бірлестіктердің оларды ресми тіркегеннен кейін олардың қызметінің осы заң шеңберінен тыс шығып кетпеуін қадағалап отырады. Ал олардың ішкі өздерінің діни канондарды орындау мәселесіне әрине біз араласпаймыз. Бұл жерде осыны осылай қабылдауымыз керек. Жақсы. Сіз батыс көргенсіз ғой енді. Енді менің ойымша қазірде бір жағынан діни ренессанстың аясында жалпы әлем жүзінде, біздің елімізде бірнеше сондай бір жақсылыққа, жалпы бір сабырлыққа, жалпы аяулы бір көзмен қарауға бір дегендей сондай бір қасиеттерді әр азаматтың ашылуда. Бірақ та онымен қатар әрине бір жағынан жаңа бір мүмкіндіктер болып жатса, екінші жағынан қауіпті жағдайларда болуы мүмкін. Сондықтан біз тек қана мына жақсы жағын алып, екінші жағынан мына бүкіл қауіптілерді шектеу қажетпіз. Наурыз ойымызда, сіздің ойыңыз қалай? Жалпы енді біздің елбасымыздың да керемет айтқан сөзі бар. Экстремизммен күрес, дінмен күреске айналып кетпесін деген. Дұрыс айтасыз. Сондықтан біз мына тұста жалпы заң қаралғанда да, жалпы дін мәселесін айтқанымызда да біздің мынау өзіміздің дәстүрлі дініміз бар ғой. Біздің елде бірнеше дәстүрлі дін бар. Соны енді ислам дініне келетін болсақ, біздің халқымызда рухани тәрбиелеуде бұның рөлі өте зор екенін есімізден шығармауымыз керек.
жастардың тәрбиелеуінде, үлкенді сыйлата білуінде, жалпы патриотизмге байланысты көптеген қоғамда қосып жатқан үлесі барын ескергеніміз жөн деп ойлаймын. Жақсы, енді хабарымыздың аяқталуына аз ғана санаулы минуттар қалды. Сол себепті өздеріңіздің қорытынды қысқа нұсқа ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Қайрат мырза, сіздің. Енді жақсы білесіздер, заң дегеніміз ол негізгі қоғамдық қатынастарды реттейді. Сондықтан дін де бұл әлеуметтік қатынастардың бір түрі, формасы болып табылады. Сондықтан осы қатынастарды, діни қатынастарды бетімен жіберуге болмайды. Оны да реттеп бір жаңағы қалыпқа келтіріп отыру керек. Оның заңнамалық негіздерін қалыптастыру қазіргі кезде біздің мемлекетіміздің негізгі қызметтердің бірі. Бұл әлемдік, жалпы әлемдік тәжірибе. Әлемдік тәжірибелерінде бар бұл. Жақсы, рахмет. Нұрлан мырза, сіздің ойыңыз, қорытынды сөзіңіз? Мен де ойлаймын, осы қазірде бұрын біз мемлекет бір жақтан, дін басқа жақтан дегенімізден қашу керекпіз ол ұғымнан. Өйткені мемлекет қай бір сала болса да бір қауіпті жағдай болып жатса, сол салаға назар салып, өзінің бір реттеуін, өзінің бір шарттарын қою міндетті деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Наурызбай мырза. Жалпы осы әрине менің тілегім қазір қаралып жатқан заң келешекте халыққа бір үлкен пайдасын тигізетін заң болуына тілектеспін, және де жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біздің өзіміздің дәстүрге енген дініміз жаншылмай, сол қорғалып халыққа дұрыс жеткізілсе, бұл да қоғамға үлкен пайдасын тигізеді. Жақсы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты емес, бірақ көпшілікке қажетті сауалдардың бірі. Сонымен оразаны қашан бастайтын болдыңыздар өзі? Мүфтият, айтыңыздар, сонымен бір қысқаша. 16-сы ма, 17-сі ма? Әрине, біріншіден біз осы еліміздің халқымызды келе жатқан оразаменен құттықтаймыз. Ораза ұстаушы жанның оразасын Алла қабыл етсін дейміз. Алла қаласа, биылғы жыл ораза 17 мамырда басталатын болады. Жақсы, рахмет. Қорытынды түйін сөзіңізді айтсаңыз? Осы бүгін күні ұсынылған заң жобасында негізі 53 түзету көзделген. Ол 3 кодекс және 9 заң. Бұл жердегі басты мәселе осы заң жобасындағы. Біріншісі, деструктивті діни ағымдардың таралуының алдын алу. Екіншісі, осы еліміздегі конфессиялық келісімді одан әрі күшейту, дамыту. Үшіншісі, осы Қазақстанның зайырлық бағытын одан әрі нығайта түсу. Тағы да бұл жерде енді режиссерларымыз бізге әлі уақыттың барлығын айтып жатыр екен. Бұл енді уақыт жетпей қалды демейік. Осы заңда кейбір мысалға қарастырылған, мысалға кейбір айтылмай қалды дегендеріңіз болса, осы мүмкіндік беріп тұрмыз, айтыңызшы толықтырып. Енді тағы да қосымша айта кетер болсақ, біріншісі осы заң жобасында біз мүмкіндігінше біздің елімізде ресми тіркелген діни бірлестіктердің жұмысын оңтайландыруға барынша тырыстық. Мысалы үшін жаңа өткеніміздей бұрынғы заңнама талаптары бойынша өңірлік діни бірлестікті құру ол ең аз 500 кісі және олар ең кемі Қазақстанның 2 өңірінде болуы керек болатын. Ал енді қазіргі уақытта біз бұны оңтайландырдық. Діни бірлестіктердің осы өтініштері бойынша қазіргі уақытта біздің заң жобасында өңірлік діни бірлестік құру үшін 2 немесе одан да көп жергілікті діни бірлестік олар бір ғана өңірде орналасу арқылы өңірлік діни бірлестікті құра алады. Бұл да діни бірлестіктерге деген біздің осы мемлекеттің жасаған жеңілдігі бір жағы көмегі деп айтуға болады. Жақсы, осы заңнаманы осы дінге сенбеушілердің құқықтарын сақтау бөлігінде осы халықаралық құқықтық міндеттемелерге сәйкестендіру деген бөлімі бар. Бұны қалай түсіндіресіздер? Енді мысалы үшін бүгін күні біздің еліміздің тұрғындарының 86% өздерін діндармыз деп есептейді екен. Ал 14,5% өздерін атеист немесе агностиктер деп санайды. Бүгін күні осы бізде деструктивті кейбір ағымдар осы дінге сенбейтін атеистерді оларды әртүрлі айыптау арқылы олардың құқықтарын шектей бастады. Ал енді қалғалы фактілерде бұл әсіресе Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы адам құқығын қорғау жөніндегі комитеттің ұсынысы болған. Біз діндарлардың құқығын қалай қорғасақ, дінге сенбеушілерді солай қорғауымыз керек. Өйткені біздің конституциямыз бойынша арыздан бостандығы бар. Әркім өзінің дінге сенуін немесе сенбеуі туралы ерікті таңдай алады. Осының шеңберінде біз осы норманы енгіздік. Біздің еліміздің аумағындағы 14,5% агностик пен атеистердің құқықтарында қорғау мақсатында. Атеистердің де құқығын қорғаймыз бен сонымен? Енді қолданыстағы заңнама бойынша біз діндарлардың да дінге сенбейтіндердің барлықтары осы елдің азаматтары құқықтарын тегіндей қорғауымыз керек. Жақсы, рахмет.
студиямызға келіп ойларыңызды ортаға салғандарыңызға рахмет. Енді өткен ғасырдың басында коммунистердің көсемдері дін апин деген тұжырымды жасап, осы санамызға сіңіріп келді. Кейін бұл пікірді жоққа шығаратын көптеген еңбектер де шықты, әрине. Жалпы алайда осы бір ғасырда дінге қатысты қоғам пікірі еш толастаған жоқ. Әсіре діншілдердің қоғамға, мемлекетке қауіп төндіріп отырған ешқандай жасырып жабатын нәрсе емес. Дегенмен де осы әсіре діншілдер мен экстремизммен күресеміз деп жүріп, осы қазаққа жау қылып алмайық деген пікірде бар. Осы Сүлеймен пайғамбардың жүзігіндегі жазуды ұмытпайық. Қысқасы, бұл да өтеді. Бұл да бір енді сынақ. Ол сыналған сәтте сыр беріп қалмайық. Келе жатқан келесі аптадағы Рамазан айымыз қабыл болсын. Аман сау болыңыздар.